Қарағандыда Қаныш Сәтбаев канал үшін ауыз су тарифін текше метріне 150 теңгеге дейін көтеру мүмкіндігі талқылануда. Мұны мамандар жаңа су кодексіне және субсидиялау ережелеріне енгізілген өзгерістермен байланыстыруда. Бұл мәселе облыс әкімінің орынбасарлары Ермек Алпысов пен Руслан Кенжебеков қатысқан облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірлескен отырысында талқыланды. Бір текше метр су үшін ұсынылып отырған жаңа төлем 150 теңгені құрайды. Шенеуніктердің айтуынша бұл сумен жабдықтау жүйесін күтіп ұстау құнның өсуіне және тарифтерді экономикалық тұрғыдан негізделген ережелерге сәйкестендіру қажеттілігіне байланысты өзгеруде. Управление рекомендует установить. Басқарма тұрғындар үшін ақыны текше метріне 150 теңге мөлшерінде белгілеуді ұсынады. Суды тұтыну үшін бұл ақы 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қосымша құн салығының өсуін және кәсіпорынның тұтынылатын судың текше метріне шаққандағы орташа республикалық деңгейден асатын тарифін ескере отырып есептеледі. Енді осы есептеумен біз бюджеттен тек қосымша 18 теңге төлейміз. Себебі қабылданатын орташа тариф осылай ұсынылуда. Жаңа тарифке қатысты депутаттар тарапынан бірқатар сұрақтар туындады. Получается, мы не мотивируем население, чтобы наоборот они поставили, делали приборизацию, да? Нет. Наоборот, здесь поддерживаем. Нет. Сейчас, во-первых, пока мораторий на тариф, но как только Приборизация, то что... Приборизация... Есть прибор учета, нету прибора учета, разница. Жиындағы тағы бір маңызды мәселе облыстық бюджетті нақтылау болды. Үнемделген қаражатпен игерілмей қалу қаупі бар сомалар. Осакаров аудандағы 2 тұрғын үйдің құрылысын аяқтауға, Шет аудандағы қосалқы станцияларды жөндеуге, жолаушылар тасымалдауын субсидиялауға бағытталмақ. 40,3% тиісінше әлеуметтік салаға бағытталған. Бұл жыл соңына дейін білім беру, мәдениет және спорт объектілерін күтіп ұстауға, сондай-ақ жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына бағытталады. Қайта бөлудің жалпы көлемінің 10,4% ішкі істер органдарын қолдауға бағытталған. Құрметті депутаттар, енгізілген 2025 жылға арналған нақтыланған облыстық бюджет жобасын бекітуді сұраймыз. Депутаттар Балқаш қаласының 9 көшесі мен шағын аудандарының атауын өзгерту туралы ұсыныстарды да қарастырды. Те деньги, которые мы здесь... Біз бекіткен қаражатты мақсатты түрде игерілуі тиіс, өзге тараптың ыңғайы үшін бөлінбейді. Құрметті әріптестер, ескертемін. Қаперде ұстаңыздар. Талқыланған барлық мәселелер тарифтерді көтеру, бюджетті нақтылау және Балқаш қаласы көшелерінің атауларын өзгерту облыстық мәслихаттың келесі сессиясында көтеріледі. Депутаттар бұл шешімдердің орындалуын қатаң бақылау сақталатынын атап өтті. Мақсат Бейсенаев, Еркебұлан Бекхожин, Роман Капылов, Сарыарқа телеарнасы.